Сәлем достар, сіздерменен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең жұмсақ әрі ең нәзік және де дәмді фисташковый торттың рецептісін ұсынамын. Қажетті құрамдар: 10-270 грамм жүгері крахмалы 40 грамм, ас содасы 1 шай қасық, қопсатқыш 2 шай қасық, краситель, жұмыртқа 4 дана, кішкентай болса 5 данасын қолданыңыздар. Қант 200 грамм, сүт 150 грамм, раститель өсімдік майы 130 грамм, фисташковая паста 80 грамм және де фисташки измельченные 70 грамм. Ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз. Оның үстіне аз-аздан қантымызды қосамыз және ағарғанша миксерменен араластырамыз. Массамыз ағарғаннан кейін үстінен өсімдік майын қосамыз. Тағы да миксерменен жақсылап араластырамыз. Сүтімізді қосамыз. Сүттің пайызы маңызды емес және салқын болса да бола береді. Содан кейін фисташковый пастамызды қосамыз. Жақсылап миксерменен араластырамыз. Біздің жұмыртқа массамыз көк болу керек. Онымыздың үстіне жүгері крахмалын, ас содасын, қопсатқыш бәрін бірге қосып араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа массамызға аз-аздан қосып миксерменен араластырамыз. Содан кейін фисташкиді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді красителімізді қосамыз. Жидкий красительді да, сухой красительді да қолданысаңыздар да болады. Жақсылап миксерменен араластырамыз. Енді кондитерлік мешогымызға қамырымызды салып аламыз. Енді осындай пергаменттік бумагамызға тестамызды, қамырымызды, яғни жайып шығамыз. Және де үлкен аз қасықпенен салсаңыздар да болады. 180 градуста 7-10 минуттай пісіріп алыңыздар. Енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырымызды жақсылап, 500 грамм творожный сырымызды жақсылап басқа бөлек ыдыста миксерменен араластырып аламыз. Оның үстіне 200 граммдай қант ұнтағын қосамыз және де салқын 33% гликейімізді қосамыз. Жақсылап миксерменен араластырамыз. Енді коржымыздың бетін алып тастаймыз. Содан кейін дайын болған кремімізді кондитерлік мешокқа саламыз.
Содан кейін кішкенесін тарталеткамызға саламыз. Оның үстіне дайым суыған коржымызды қоямыз. Және де үстінен осылай кремімізді жағып шығамыз. Содан кейін лопаткаменен немесе шпательменен түзетіп кремді жағып аламыз. Содан кейін келесі коржымызды саламыз. Бізде осы жолы 4 корж шықты. Сол 4 корждың коржымызды жинаймыз. Кремді жақсылап жағып шығыңыздар. Содан кейін қалған корждың духовкаға салып 7-10 минутқа содан кейін үгітіп, үстінен жауып шықсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауынша әсемдесеңіздер болады. 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді